Ақпараттық технологиялар дәуірінде ноқтаға басы сыймайтын, бақылауға көнбейтін ғаламтор деген өзінше бір әлем бар. Жаһанды жаулаған сол ғаламторды дұрыстап игерсек игілігі көп ақ, алайда әзірге ол қолдан келмей тұр. Ғаламтор арқылы бейедеп көріністер көпшілікке таралып жатыр. Азаматтарымыздың ар-ожданы тапталып жатыр. Ғаламтор арқылы шығармашылық иелерінің авторлық құқығы бұзылып жатыр. Тіпті әлемдегі түрлі ұлтаралық, дінаралық дүрдараздықтардың қоздыру, ереуіл мен бұлғақтарды ұйымдастыруда әлеуметтік желілердің ықпалы басым. Сондықтан көптеген мемлекет ғаламторды бақылауға көшті. Бұл өз кезегінде ақпараттық кеңістікке тыңнан қосылған осынау саланың өркениетті дамуына кепіл болмақ. Тек бостандығын шектемесе болды. Бүгінде телевизия мен мерзімді басылымдардың өзін ығыстырмаққа жанталасып жатқан жанкешті саладан қазақтың да алар үлесі көп. Статистика агенттігінің мәліметінше қазір еліміздегі интернет желісін пайдаланушылар саны 9 миллионға жуықтады. Әлеуметтік желіні қолданушылар бойынша Қазақстан орталық Азияда көш бастап тұр. Кезінде компьютер пернелерін қорқа басатын аға буын өкілдері бүгінде блог жүргізетін деңгейге жетті. Ал жастар тіпті анасының құрсағынан компьютер құшақтап туғандай виртуалды әлемсіз мына өмірді елестете алмайды. Соңғы кездері қазақ блогшылары деген өзінше бір әлеуметтік топ пайда болды. Батыс елдеріндегідей қоғамда бедел жинай қойған жоқ, бірақ халықты ой-санаға ықпал ететін қауқары бар. Бүгінге дейін олар 2 мәрте бас қосып құрылтай өткізді. Болашақта қазақ блогшыларының одағы, қауымдастығы құрылып жатса таңғалмаңыз. Қазақ блогшылары деген кім? Біздің блогшымыз Бибігүл Ғаділбек қызынан білейік. Жеңіс Нұрдәулеттің жаһандық желіге енгеніне бірнеше сағат өтті. Студент, сондықтан талаптану, іздену, машықтану оған тән. Әрі әлемтор торабындағылармен әркез пікір алмасу күнделікті тірлігі. Ақпараттық кеңістік тілімен айтсақ, блогер. Блог әлеміндегі оның аты да өзгеше. Монтажердің жазбалары, сосын елінің естеулеті деген. Нұрлыбектің блогы деген жігіт көп нәрселер жазады, тұшымды нәрселер, ойға түйетін нәрселер көп. Сол жігітпен де мен танысым келеді. Желіде жиі жолығатыны болмаса, блогерлердің бас қосуы тым сирек, сондықтан блог құрылтайдан қалғысы жоқ. Виртуалды әлемнен шығып, шынайы өмірде жүздесуге асық. Тұңғыш блог құрылтай былтыр Алматыда өткізілген еді. Қазақ блогерлерінің бұл екінші мәрте бас қосуы. Блог Кэмп 2012 шарасына биыл еліміздің әр аймағынан 150-ге жуық блогшы жиналды. Қазақ блогшыларының ынтымақтастығын арттыру, бұл кездесу алаңы, танысу алаңы. Бүгінгі қоғамда блог ұғымы кең таралып келеді. Батыстан бастау алған бұл үрдіс ақпарат ғасырында тарыдай әлемге тез тарады, тіпті қажеттілікке айналып үлгерді. Бұл жаңалықтан қазақстандықтарда қалыс қалған жоқ. Қуаныш Мағзуов еліміздегі алғашқы блогшының бірі. Жеке блогта әркім өз басына қатысты дүниелерді жазады. Ол мүмкін жаңа алған техникасы жайлы ой пікір бөліседі. Ал енді кәсіби блогқа оралатын болсақ, кәсіби блог оқырмандарын таныса да, танымаса да жалпыға арналады. Ол яғни белгілі адамдар, жұлдыздар. Ол ақиқат. Ғаламторда не көп, жұлдызды блог көбейіп болғаны. Күнделікті тірлікте не істеп, не қойғанына дейін ашық жазатын әнші, биші, күйші, тіпті белгілі саясаткер де осы жерден табылады. Бұл халықпен байланыс орнатудың әдісі. Екінші жағынан ақша сұрамайтын имиджмейкер, әлде пиар. Осындай жұлдызды блог авторларының бірі ақын Қалқаман Сарин. Шығармашылық тұрғыдан имидж қалыптастыруына әсері бар сияқты. Өйткені интернет бүгінгі қоғамның басты құралына айналып отырғаннан кейін, бұны тұтынушылар көп, оқырмандарым осы сайт арқылы мен шығармашылығымен танысып жатыр. Ал дамыған елдерде бізге қарағанда блогтың қолданысы кең. Ақпараттық технологиялардың жетістігін өз пайдасына жарата білетін кәнігі блогшылар бұл ресурсты бизнес көзіне айналдырған. Түрлі тапсырыс алып, жарнаманы әпсетте жаһанға жария етеді. Ал біздегі интернет тұтынушылар блогты әзірге жеке басын жарнамалауға ғана жарата алуда. Мен ойымша, Қазақстан өзіміздің блог платформа жасайтын уақыт келді. Мықты өзіміз бір блог платформа жасағанда мүмкін қазір осы WordPress басқа деп айтпас едік. Мен ойымша, біздің кемшілік өзіміз бөлек блог платформа жасауымыз керек. Сосын бүкіл дүние жүзіндегі қазақтар сол жерде блогтарын ашатын болса, бір жерде бір байланыс, жақсы ақпараттық алаң болар еді ғой деп есептеймін. Құрылтайға арнайы келген қытайлық қандасымыз Ақытбек Шеризатұлы жат жұрттағы ағайынның аманатын арқалай жетті. 2 миллионға жуық қандасымыз үшін ана тілде 40 сайт жұмыс жасайтын көрінеді. Соның бірі Сен Қазақ аталады. Шалқар радиосы, Қазақ радиосы, Қазақстан ұлттық телеарналарының онлайн нұсқасы бар. Сол жерден тікелей көреміз. Бұл енді тыңдау мен есту жағында барлық қазақ ортақ қой. Ал енді жазуға келсек,
креациядағы дүниелерді біз сен қазаққа өз еркіміз бойынша сол жерге қотарып апарамыз, оны төте жазуға айландырып. Егер де дүние жүзіндегі қазақтарда ортақ бір жазу болатын болса, онда қандай жақсы. Шіркін сол күн қашан туады деп армандаймын ғой. Шетелдегі қазақтар түгілі Қазақстандағы ақпарат құралдарының өзі бір терминді, бір ұғымды әртүрлі терминде қолданады. Мысалы, семьяны ұсындық отбасы деп ұсынды. Оны кейбір газеттер жанұя деп қолданады, кейбір газеттер үйелмен деп қолданады, кейбіреулер жаңа отбасын қолданады. Терминком ұсынған терминдерді мемлекет стандартқа бекітіп беретін болса. Веб терминдер сөздігі түзілсе, ортақ әліпби қолдануға мүмкіндік берілсе дейді блогшылар. Әлемдік ықпалдастыққа ұмтылған сәтте латын әрпінің негізінде түркілік ортақ әліпби жасау мәселесі көп жылдан бері күн тәртібінен түспей келеді. Себебі ғаламдық желі ішінде ана тілімізде толық жұмыс жасай алмай отырғанымыз жасырын емес. Бұл мәселеде мемлекет бір шешімге келгенше Қазақстандық IT компаниялар қауымдастығы ұлттық әліпби таңбаларын пайдаланып, қазатты жаңа доменді іске қосты. Латинский алфавитке көшеміз деп ешкім әлі қайтқан жоқ. Енді соны тосып отырсақ, біз әлі бірталай жыл тосып отыра береміз. Жұмыс істеу керек, домен адресация кіргізу керек. Егер де латинский алфавитке көшсек, оған көшіп жұмыс істей береміз. Енді ғаламтор желісіндегі мекен-жай жүйесінде ұлттық әліпбиді пайдалануға толық мүмкіндік туды. Мәселен, мемлекеттік органдар үшін мемқаз, білім беру мекемелер үшін білқаз, коммерциялық ұйымдар үшін комқаз, байланыс кәсіпорындар үшін бай.қаз домендік есімдер қолданылады. Мемлекеттік тілде блог жүйелері өріс алған сайын кем-кетікті жөндеуге деген талпыныс жоғары. Қуантатыны сол. Блогерлердің басым бөлігі жастар, әсіресе журналистика факультетінің студенттері. Болашақ тілшілер блог арқылы бүгінгі журналистиканың майталман мамандарымен тілдесе алады, ақыл сұрап, пікір алмасады. КЗТРК сайтындағы блогшылардың саны қазіргі таңның өзінде 38-ден асты. Бұл КЗТРК дегенде Қазақстан ұлттық телерадио корпорациясы болғандықтан, бұның ішінде радионың да, телеарнаның да жаңағы жеке блогшылар бар. Қазақ қоғамы, қазақ тілді аудитория өзінің жаңағы үлесін арғары қосу керек. Ұлт мүддесін ұлықтап, тарих тағылымын дәріптеген блоггерлер баршылық. Бастама Батыс Қазақстаннан бастау алды. Қыздар әлемі атауына ие болған жаңа блог-портал қыз бала тәрбиесіндегі ұлт тағылымы жайында мәлімет береді. Порталды пайдаланушылардан көптеген сұрақтар келіп түседі. Жас қыз балалардың мамандық таңдауға деген жаңа көзқарастары барысында. Пайымдап қарағанда пайдалы ақпарат аз емес. Ендігі көңілге тоқып, санаға сіңіруде. Бір әттеген айы желідегі жерлестеріміз өзге елдің интернет ресурстарын көп қолданатын болып шықты. Виртуалды байланыс қазірдің өзінде ВКонтакте ресурсының 1,5 миллионнан астам қазақстандық пайдаланушысы бар көрінеді. Тағы бір әлеуметтік желі Facebook, мұнда 270 мың қазақстандық аккаунт тіркелген. Ал Моймир әлем-тор бетшесін 3 миллионнан астам қазақстандық азамат қолданады. Бұл елдің интернет пайдаланушыларының шамамен 70%-ын құраса керек. Демек, осыншалықты қазақстандық ақпараттық кеңістіктің әлі де болса өзгенің ресурсына қарайлап жалтақтап отырғаны бұл. Бекгүл Ғадылбекқызы, Мақсат Астынбеков, Апта-KZ.